Жастарға арналған спорт залдары салауатты өмір салтының негізі. Бұл бастама мыңдаған балаға спортпен айналысуға мүмкіндік беріп отыр. Осы жобаның шеңберінде Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Ашшыбұлақ ауылының спорт залында бокстан жаттықтырушы болып еңбек етіп жүрген Бауыржан Серғалиұлы Ермакашевқа сөз беріледі. Назарларыңызда әр ауыл баласына әлеуметтік лифт қалыптастырып тұлға болып өсуге көмектесетін теңдессіз жоба. Кейінгі 3 жылда Қазақстан халқына қоры ауылдарда бүгін мен Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Ашшыбұлақ ауылынан келіп тұрмын. Сіздермен ауылымыздың үлкен қуанышы, жүрек жарды жақсылығымен бөліскім келеді. Үлкен қадамдар әрине кіші қадамнан басталады. Біздің көрші ауылымызда спорт кешені ашылып, соған Қазақстан халық қорынан спортты құрал жабдықтар сыйлаған болатын. Ал біздің ауылымызда ондай спорт кешені жоқ болатын. Сол спорт кешенін салу ойымызда жүрген. Сол шарада осы Қазақстан халық қорының басшылары Ләззат ханым келіп, осындай үлкен шараның басқасында болғанда біз ауыл жастары өзіміздің ниетімізді, тілегімізді білдіріп, бізге де осындай спорт кешенін салуға қаржылай көмек берулерін сұраған едік. Ол кісі сол жерде жоқ, біз қаржылай көмек көрсете алмаймыз. Біз тек дайын спорт залдарымызға құрал жабдықтармен қамтамасыз ете алатынын хабарлаған. Сол сөзі бізге үлкен демеу болып, ауыл жастары бәріміз бір мақсатқа жиналып, Ашшыбұлақ ауылының саябағының орталығында ауыл әкімінен 12-де 36 метр көлемде спорт кешенін салуға бел будық. Ауыл ақсақалының батасымен ауыл жастарын бірге ұйымдастырып, сол салада бәріміз бір кісінің баласындай, біріккен жұдырықтай асарлатып жұмысымызда бастаған жайымыз болатын. Жұмыс барысында ауылымызда 14 көше болса, сол көшені әр күнге бөліп, асарлатып, әр көше ханымдары, ауыл аналары, ақжаулықты аналарымыз сол көшенің жұмысшыларына дастархан жайып, жұмыстың тездетуіне өздерінің үлесін қосқан болатын. Сондай бірліктің, ынтымақтың арқасында 3 жылдың көлемінде ауылымызда 2 қабатты заманауи спорт кешенін тұрғыздық. Әрине, оның бәрі үлкеннің сөзін жерге тастамай, құрметтің арқасында, бірліктің арқасында, ынтымақтың арқасында болған жұмыс болатын. Сол жұмыс барысында қаржылай қиындықтарда болып атқан болатын. Айтады ғой, адам ауылдан көшсе де, ауылдан адам көшпейді дейді. Ауылымыздан көшіп кеткен көптеген азаматтар өздерінің жаңағы қаржылай көмектерін көрсетіп, жұмысты ары қарай жүруіне септігін тигізді. Сол арада қаражатымыз тағы да аз болып атқанда ауылымыздан шыққан елге танымал журналист Шынтемір Әлібек ұйымдастыруымен Қазақ телеарнасының бас көз болып, ауданымыздың орталығы Молдағалиев атындағы мәдениет үйінде үлкен гала концерт ұйымдастырып, сол концерттегі түскен қаржыны толықтай ауылымыздың спорт кешеніне аударғаны үлкен демеу болды. Спорт кешенін салып, ашылу салтанатында Қазақстан халық қорының демеуімен спорттық жабдықтар, бокс киімдері, бокс қолбақтары, күрес, баскетбол, волейбол, футбол, шахматтан, тоғызқұмалақтан, дойбы, спортқа керекті бүткіл жабдықтардың бәрі сапалы түрде әкеліп берілгенін көрген біздің ауыл жастарымыздың жүрегіне, жалын көздеріне от байқалды. Сол 3 жылдың арасында сол спорт залымыздан Азия біріншілігінің жеңімпаздары шығып, біздің көк туымызды Азия төрінде желбіретті. Ол біздің ауылымыздың мақтанышы емес, бүткіл қазақ елінің мақтанышы болды. Сондай-ақ осы жұмыстың басы қасында болған Батырбол ұйымына осы сахна төрінде тұрып үлкен алғысымды білдіргім келеді. Өйткені Қазақстан халық қорының екеуінің ортасында болған алтын көпір еді. Батырбол ұйымының азаматтарына, ауылымыздың ақсақалдарынан, ауыл тұрғындарының атынан үлкен алғысымды білдірем. Спорт кешені ол жай ғана спортпен шынығу емес, ол спорт залда тер төккен, еңбек еткен, тәртіпке бағынған, болашаққа нық қадам басқан, өзіне сенімді жастарды тәрбиелеп отырған жайымыз бар.
Тағы бір айта кететін жайымыз, спорт кешенінің ашылу салтанатында тек спорттық жабдықтар ғана емес, сол спорт залымызға 50 кейінгі үлгідегі жаңа кітаптарды алып кеп, балалар тек спорт қана емес, білімді де сусындасын деген үлкен ниетпен алып келген осы Қазақстан халық қорына және Батырбол ұйымына алғысым тағы да шексіз. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен алғыс.